Қайырлы күн достар, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз өте жұмсақ, үлпілдек, арасы қуыс болып пісетін дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы сүт, жылы суымызды құямыз. Одан соң ашытқымызды, қант тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қосып араластырамыз. Сұйық майдың орнына кәдімгі майды да қоссаңыздар болады, ерітіп. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Електен өткізіп алған ұнымды 2-3 бөлікке бөле отырып, салып, қамыр илейтін боламыз. Ең бірінші бөлігінде осылайша шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан соң қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін аса қажет. 1 сағаттың көлемінде біздің бауырсағымыз осылай көтеріледі. Одан соң тағы да 1 сағатқа қойып, көтерілгеннен кейін осылайша жайып, дөңгелекше бауырсақтар жасайтын боламыз. Бауырсақты өздеріңіздің қалауларыңызша кессеңіздер болады. Бауырсақтың барлығын кесіп алғаннан кейін 10-15 минутқа тағы да бетін жауып тындырып қоямыз. Қызып тұрған табамызда бауырсақтарымызды екі жағын араластыра отырып пісіріп алатын боламыз. Достар, менің каналымда өте қарапайым рецепттер бар. Барлық рецепттердің құрамы описаниеде жазылып тұр. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, әрбір рецепті қарап тұруларыңызға болады. Барлық рецепттердің құрамы тексерілген, өте жақсы болып шығады. Сондықтан да сіздер де сеніммен қарап, менің видеома қарап пісірсеңіздер болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп, әдемі бауырсақтар шығып жатыр. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір бөліп көрсеткен кезде де арасы қуыс болып піскен бауырсақтар. Дайын болған бауырсақтарды дастарханымызға ұсына беруімізге болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін.